Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен осындай тез әрі дәмді болып шығатын, бойында витаминге толы қарапайым салат дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар осындай тәтті болгар бұрышы, пісірілген ет, менде сиырдың еті және қызанақ, қиярымыз қажет болады. Барлығын осылай ұзынша соломка дейді ғой, етіп турап аламыз. Ыдысымызға салып, енді үстінен осындай жасыл бұршақты қосамыз. Қалауларыңыз бойынша сіздер пияз қоссаңыздар да болады. Енді бұл салатымыздың үстіне 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Егер сіздерде зәйтүн майы болмаса, қарапайым сұйық майды құйсаңыздар болады. Оның үстінен 2 ас қасық соевый соусымызды құямыз және дәміне қарай тұзыңызды, бұрышыңызды, әртүрлі дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Мен тек қана тұз салдым. Енді салатымды жақсылап араластыратын боламын. Салат өте жеңіл және жеген кезде де тойымды, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Лүпіл басып, менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Осындай әдемі салат болып шықты. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған әдемі